Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыс мезгіліне өте дәмді болып шығатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылып, каналымды қолдап қойыңыздар. Ертең тағы да жаңа салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар ол қызанақ, сәбіз, тәтті болгар бұрышы, пияз, сарымсақ және де кішкене қырыққабат қостым. Неше келіден салатының барлығы видеоның астында жазулы. Ең алдымен пиязымызды осылай видеодағыдай екі бөлікке бөліп, осылай орташа қалыңдықта турап шықтым. Онан соң тәтті болгар бұрыштарын да видеодағыдай турап шығасыздар. Мінекей осындай көлемде шықты. Ендігі кезекте қызанақтарымызды мясорубкадан өтетіндей етіп, майда бөліктерге бөліп турап шықтым. Сәбіздерімізді үстіп терканың көмегімен соломка етіп турадым. Егер де сіздер терка болмаса, қолмен ақ жіңішке ұзыншақ етіп турап шықсаңыздар болады. Онан соң барлық қызанақтарды осылай мясорубкадан өткізіп алдым. Және де барлық банкаларды жуып тазалап стерилдеп дайындап алдым. Енді қырыққабатымызды тураймыз. Егер де сіздерде үлкен қырыққабат болса, оның жартысына қосасыздар. Ал егер де орташа кішірек болса, барлығын осылай видеодағыдай турап шығасыздар. Енді газға қазанымызды қойып, 400 мг сұйық май құямыз. Майымыз қызған соң, пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Бес-жеті минуттай қуырылған соң, туралған тәтті бұрыштарымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып, 5 минутқа қоя тұрдым. Онан соң үккіштен өткізген сәбізімізді және де майда жіңішке етіп туралған қырыққабатымызды қосып, барлығын қазанымызда жақсылап қуырып аламыз. Мінекей қақпағын жауып, осылай 10-15 минуттай қуырып алдым. Мясорубкадан өткізілген қызанақтарымызды осылай бөлек ыдысқа, эмалированный кастрюльге құйып, газға қойдым. Қазір бір қайнаған соң, қуырып алған көкөністерімізді ішіне салатын боламыз. Мінекей достар, қайнап шықты. Енді қуырылып алған көкөністердің барлығын ішіне салып, 25 минуттай бірге қайнатып алдым. Егер де сіздерде үлкен ыдыс болса, бұлай екіге бөлмей ақ бірге қайната берсеңіздер болады. Мінекей достар, менің ыдысым 18 литрлік ыдыс. Көлемі осындай болып шықты. Енді салатымызды 25 минут қайнатамыз. Дәміне қарай тұзын қосып, және де туралған сарымсақтарымызды, ас көк, ақ желкен, яғни укроп, петрушка барлығын қосамыз. Сонымен қатар қалауларынша лавр жапырақтарын қоссаңыздар болады. Осының барлығын қосып, тағы да салатты 10 минуттай қайнатып алдым. Мінекей достар, салатымыз осылай әдемі болып шықты. Ішіндегі заттары ешқайсысы езілген жоқ. Керісінше өте дәмді болып шығады. Енді ыстықтай күйде банкаларға салып, әр банкаға бір шай қасық уксус құйып, қақпағын бұрап жаба бересіздер. Менде 1 литрліктен 14 банка салат шықты. Енді осы салаттарды ыстықтай күйінде төңкеріп, осылай орап, бір күнге қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Видео ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.